ата бабамыздан келіп жатқан жылқы өте қасиетті мал. Жылқының ішсең сүті бал, мінсең көлік. Бұрынғы ата бабамызда көлік болмаған, осы жылқымен жауға да шапқан, малды да баққан, алыс жолға, алыс сапарларға осы жылқымен шыққан. Ал енді деген бала, мынау біріншіден атқа мінбес бұрын аттың құлағынан сипап, жалынан ұстап, жал құйрығын тең буған дейді. Қазақта сөз бар, аттың жалы. Аттың жалына қарай сен жылқының қаншалықты жуас екенін, қаншалықты шыдамдылық екенін, қаншалықты ыңға екенін бағалаймыз. Жал құйрығы ұзын аттың өзі шыдамды, белі қысқа аттың белі ұзын аттың сондай айырмашылықтарын естисің. Саралап өзің бақылайсың. Жылқының көз жанары дейді. Жылқының көз жанарына қарап, мысалға бәйгеге, көкпарға дайын еместігін тоже осылай зерттеуге болады. Біріншіден жылқыға мінбес бұрын міне тізгінін салдың. Тізгінін салғаннан кейін тоқым дейді. Мынау ер тоқым дейді. Мынау үзеңгі бау. Мынау құйысқан, тартпа. Тоқымды саласың. Тоқымның алдында ішкілік деген бар. Ішкілік дегеніміз мына сен қырқаға, еңіске, өрге шыққанда мына аттың çoқтығын қажамас үшін бұл ішкілік дейді. Ішкіліктен кейін тоқым. Тоқым саласың. Ер тоқым. Ер тоқым. Одан кейін ер тоқым. Ер тоқым үзеңгі бау. Ер тоқым саласың. Ер тоқым алдыға артқа тұрмау керек. Одан кейін тартпа дейді. Мынау қазақта сөз бар. Тартпа, тізгін дейді. Мен алдында саған бір төрт сөйлем үйреткен болатын. Есіңде болса соны айтып бере қойшы маған. Тартпа тартып үзеңгі келмегенде, ел тізгінін ұстап жүр біздің елде жүрген не екенін білмегенде. Есім хан 6 жастан атқа мінген, содан кейін халық қолдап атқа мінген, ат басына ие болған адам ғана алдынан жол көрсетіп тоқта жүрген. Вот көрдің ба, ол сөздің мағынасы солай. Тізгін ұстау, елдің тізгінін ұстау, семьяның тізгінін ұстау, отбасының, халықтың тізгінін ұстау, осы тізгіннің мағынасы содан. Жаңа сөз сөйлемеген. Жолға сапарға шықпас үшін үлкеннен, ақсақалдан ата, ал ата сөзіңіз бір бата беріңіз. Жортқанда жолың оң болсын. Амин. Артында ерген қол болсын. Амин. Үлкен азамат болып, Амин. бақытты өмір сүрсін. Алла. Ауылыңның тамаша, табиғаттың саламын.